Біздің тигр президентіміз Тоқаев негізі мыңмен айдап жатыр, бәрін бар ғой. Балғаны алады, шегені қағады дегендей болып тұр ғой. Әлемнің мен деген авторитеттерінің өзі мынау қай елдің президенті, не деген ювелирный дипломат деп интерес қуалап, кәдімгі қызғанып, таң қалып, сүйсініп қарап жатыр да. Неге десең, соңғы 2 айдың ішінде көрсеткен результаттары бар ғой. Мына потолокты тесіп шығып кетіп жатыр екен ғой. Қараңыз, өткенде ақш-қа барды 2 күндік сапарға. Бірінші күні аэропорттан түсе салып 30 адаммен кездескен. Bir күннің ішінде біз 30 адаммен кездесе аламыз ба, я? Жақсы болса анандай, не деген тірлік істеп жүр. 5 миллиард 200 миллион инвестиция тартып, 11 құжатқа қол қойып, келді да артынша Шанхайға, Қытайға ұшты. 70 құжатқа қол қойып, 15 миллиард инвестиция тартты. Артынша елімізде жаңағы Қытайдың автозаводтары соғылатын болды, қоқыс өңдейтін завод, робот шығаратын, аккумуляторлар шығаратын заводтар. Тағы айта берсең көп. Барып қыдырып келген жоқ, көрдіңіз ба? Жатпайды күндіз-түні. Енді кеше Евроньюз, әлемде 7000 тіл болса, Евроньюз бар болғаны таңдаулы 14 тілде ғана ақпарат таратады. Президенттің ұсынысымен, бастамасымен енді бұдан былай Евроньюз бүкіл әлемнің миллиардтаған халқына қазақ тілінде ақпарат тарататын болып тұр ғой. Жаңа 14 таңдаулы тілдің ішінде қазақ тілде бар. Жоқтан. Енді бұл аз десеңіз, кеше рейтинг шықты. Бүкіл әлемдік инвестициялық қауіпсіздік бойынша Қазақстан сол жерде Орта Азия елдерінің ішінде 1-ші орында алып тұр. Ал әлемдік рейтингте 150 ел қатысқан, соның 53-ші орында Қазақстан тұр. Тіпті Ресейдің өзі 71-де, Өзбекстан 81-де, Қырғызстан 96-да, Тәжікстан 97-ші орында. Не деген результат, көрдіңіз ба? Сөйтіп, кеше Омскқа барды, Путинмен кездесті, дерзкі айтарын айтып тастады. Украинадағы соғысты тоқтату керек, анау мынау деп ақпарат құралдары шулады. Не деген президент, мынау Путинге үйтіп ешкім айтпаған ғой депше таң қалып жатыр. Сондықтан таң қалатын жағдай, достар, үлкен жастағы кісі действительно ювелирный дипломат, тірлікті бітіріп жатыр. Барлығы өзі үшін болса, мысалы, Африкадағы диктаторлар құсап, аяқты көтеріп қойып жатса да болады. Жоқ, осы істеп жүрген барлығы халық үшін, ел үшін, күндіз-түні еңбек етіп тірлік істеп жатыр. Мен енді шынымен кәдімгі таң қалдым. Комментарий жазам десеңіздер, любой комментарий смело қабылданады. Мен ақпарат атаман Айғали Тойжан, маған жазылып тіркеліп қойсаңыздар, мықты қызық видеолар негізі шығып тұрады.